Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге ең дәмді печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге ұн керек. Ұнымыздың үстіне сары май керек. Сары май мұздатқыштан алынған болуы керек. Яғни теркадан өткізген кезде жақсы өтуі үшін, егер еріген болса, теркадан өткізбей-ақ жақсылап тұрып крошка жасай берсеңіздер болады. Менде мұздатқыштан алынған, сол себепті теркалаймын. Мен барлығын теркадан өткізіп алдым. Енді жақсылап тұрып крошка болғанша жақсылап тұрып араластырамын қолмен. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, каналымдан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдыра кетуді ұмытпаңыз. Міне дәл осындай крошка болу керек. Үстінен айранымызды, бір дана жұмыртқаның ағын саламыз, содамызды салып жақсылап тұрып араластырамыз. Айранымыз дәл осындай көбіршік болу керек. Толыққанды көбіршік болған соң қолмен жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Егер қамырларыңыз қатты болып қалса, яғни печеньелеріңіз кішкене қаттылау болып піседі. Қамырларыңыз жұмсақ болса, печеньелеріңіз жұмсақ болып пісіп шығады. Дәл осындай жұмсақта болады. Қойып қоямыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Табамызға 200 грамм ұнды салып, орташа отта ұнымыз қуырылғанша жақсылап тұрып араластырамыз. Яғни ұнымыз сары түс болуы керек, қуырылуы керек. Дәл осындай түске айналады қуырылған соң. Қуырып болған соң ұнымызды басқа ыдысқа салып, үстінен құмшекерімізді салып, жақсылап араластырып, үстінен сұйық майымызды құямыз. Сұйық майымызды құйып болған соң, мұны да крошка етіп, жақсылап тұрып, бір келкі араласқанша араластырамыз. Міне дәл осындай крошка секілді болуы керек. Қамырымыз дайын болды. Қамырымызды екіге бөлеміз. Біреуін зуалалап, қаязып қалмау үшін пакетигімізге салып, бір шетке қойып қоямыз. Мешокқа салып. Екіншісін домалақтап зуалалап алып, оны жаямыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, каналымдан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдыра кетуді ұмытпаңыз. Дәл осылай жайып аламыз. Бұны бір шетке қойып қоямыз. Енді екінші қамырымызды жаямыз. Менің каналымда бұдан да басқа дәмді печеньелер, салаттар, торттар, пирогтар, неше түрлі дәмді тағамдардың рецептері бар. Кіріп көрсеңіздер болады. Жайып алған соң жаңағы дайындаған начинкамызды жақсылап бір тегіс етіп, екіге бөліп аламыз начинкамызды, бір тегіс етіп, жартысын осылай салып шығамыз. Екінші қамырымызды бетіне қойып шығамыз. Жаңағы алдын ала жайып қойған. Бұның үстінен де жаңағы қалған жарты начинкамызды салып, бір тегіс етіп, жайып шығамыз. Бір шетінен бастап ораймыз. Орап алдық. Енді оқтаудың көмегімен үстінен кішкене басып шығамыз. Бетін бір дана жұмыртқаның сарысымен жақсылап тұрып жағып шығамыз. Сән үшін шанышқымен осылай бетін сызып шықтым. Енді кесеміз.
ыдысымызға саламыз. Дәл осындай қатпарлы болып тұрады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минутта пісіп шығады. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады, өте жұмсақ. Видеоның соңына дейін менімен бірге болғаныңыз үшін рахмет. Каналыма кіріп көруді ұмытпаңыздар. Өте дәмді, жақсы, нақты рецептер бар. Бөліп көрсетемін. Өте күшті, дәмді, қатпарлы болып пісіп шыққан ас болсын.